Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Сарыарқа телеарнасы Саржайлау кинотеатрымен бірлесіп, тәуелсіздік құрдастары жобасын бастайды. Осы жоба аясында тәуелсіздіктің құрдастары көпке үлгі азаматтардың жеткен жетістіктерімен таныстырамыз. Жаңа айдарымыздың алғашқы кейіпкері Данил Полянский. Оды жасқа аяқ басқан кенші жер астында тер төгіп қана қоймай кәсіби спортты жанына серік еткен. Қазір ол Токио Олимпиадасына жолдама алуға дайындалып жатыр. Тәуелсіздің төл құрдасы жайында толығырақ әріптесім Азамат Серікханұлы сабақтасын. Данил Полянский соңғы 5 жыл бойы жауапкершілігі мол қос міндетті абыроймен арқалап келеді. Жер астындағы қайнаған еңбекпен қатар әлем елдері көз тіккен дүбірлі додаға да тыңғылықты дайындалуда. Шахтинск қаласының спортшысы жеңіл атлетикамен 14 жылдан бері айналысып келеді. Ол аталған спорттың әр түрі бойынша өзін сынап көрген. Атап айтқанда жүгіру, секіру, суда жүзу, тіпті түрлі жекпе-жек. Алайда кенші жеңіл атлетиканың таяқпен секіру түрін жаны қалайды. Бұл спортта жүргеніне 9 жылдың жүзі болған. Безусловно, работа горняка, она требует... Әрине, кеншінің жұмысы көп күш пен қырағылықты қажет етеді. Бірақ мен демалуға уақыт табуға тырысамын. Тынығып алған соң бірден жаттығу залына барамын. Жарыс алдындағы кезеңде барынша физикалық және гимнастикалық дайындыққа көп көңіл бөлеміз. Жігелі жастың қазіргі мақсаты Олимпиада ойындарына қатысып, еліміздің үкілеген үмітін ақтау. Спортқа ерте бет бұрғанына қарамастан, ол бірінші кезекте кенші маман екенін айтады. Ал салауатты өмір салтын ұстау оның бос уақытын тиімді өткізудегі сүйіктісі. Спорттағы жеткен жетістіктермен бағындырған белестері де баршылық. Бұдан бөлек ол таяқпен секіру бойынша Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, Олимпиада чемпионы Ольга Рыбакованың жүлдесіне арналған халықаралық турнирдің жеңімпазы. Жаттықтырушысы жауапкершілік жүгі қиын екі мамандықты абырой биігінде ұстауда оңай емес дейді. Ол аптасына 5 рет жаттығады, 3 мәрте осында болады. Манежде таяқпен секіруге көп уақыт бөледі. Қалған жаттығуларды Шахтинск қаласында өткізеді. Жүзу, жүгіру, күштік жаттығулар. Оған қоса Олимпиада ойындарына дайындық. Осынша міндетті орындау әрине қиын. Данил Қарағанды техникалық университетін тау-кен ісі мамандығы бойынша тәмамдап 2016 жылдан бастап тентек шахтасында еңбек етіп келеді. Кәсіби спортшы шахтадағы ауаны реттейтін желдеткіш құралдарымен ондағы техникалық қауіпсіздікке жауапты. Отбасында да 2 бала тәрбиелеп отырған Асқар Тауәке сүйікті жар. Тұңғыш қызы 2 жаста, ал ұлының дүние есігін ашқанына 2 ай болыпты. Кенші кем дегенде 6 сағатын жер астында өткізеді. 700 метр тереңдікке дейін түседі. Жеңіл атлетика және жер астындағы жұмысы бір-біріне ұқсамайтын бағыты тым бөлек салалар. Алайда Данил бұл мамандықтардан өзінше бір ұқсастық көреді. Физикалық ауыртпашылық пен жарақат алу қауіптілігі басым дейді. Такой очень интересный вид спорта. Жалпы өте қызықты спорт түрі, өзінің қызығы мен шыжығы бар. Тиісінше шахтадағы жұмыстың да қауіптілігі басым. Десе де мен еш өкінбеймін. Ол менің мамандығым. Сондай-ақ ол кеншілер әулетінен атасы Ленин шахтасында еңбек еткен, ағасы да қазір сол жерде жұмыс істейді. Ал Данилдың өз әкесімен бірге әртүрлі бригадада қызмет етеді. Бір айта кететіні кейіпкеріміз тәуелсіздіктің төл құрдасы. 1991 жылдың 17 желтоқсанында дүниеге келген. В этом году у нас будет проходить праздник. Биыл елімізде айтулы мереке. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Мен түрлі халықаралық жарыстарға қатысып жүрмін. Ел намысын қорғап, көк туымызды көкте желбірегенде кеудемді мақтаныш кернейді. Мүмкіндігінше әрі қарай да биік жетістіктерге жетіп, еліміздің атын шығара беруге тырысамын. Қазір кенші жаздың ортасында оңтүстік Астана Алматыда лицензия үшін өтетін байрақты бәсекеге дайындалуда. Жалпы Данил сынды жүйелі тәуелсіздік құрдастары жетерлік. Бүгінде олар әр салада жемісті еңбек етіп келеді. Азамат Серікхан, Рустам Беков, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.